егер де біз мысалы ол төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді төлемей ақ қойыңыздар, мемлекет тарапынан ғана көмек көрсетілуді берсек, бүгін 3 миллион болса, ертең 5 миллион болады. Бізде күнделікті жыл сайын индексацияға мысалда, біз тек қана бұл мәлісті сұрақ емес қой, зейнетақы бар, басқа да төлемдер, жәрдемақыларды индексация жасаудың өзіне, жылдың өзіне 700-800 миллиард сома қаражат керек. Біз осыны қосылған құн салығынан жиналған ақшаны бәріне мәліске жапсақ, енді жылы бұл қайта көбейе береді. Біз керісінше оларды мынау көлем жерден шығуға итеруіміз керек. Жергілікті жердегілер, егер ол кәсіппен айналысса, егер басқа бірмен айналысса, олар тіркелу керек, жеңілдік жасау керек. Бірақ оларға барлығын саған мемлекет тарапынан төленеді, сен төлемей ақ қой деген ол тұжырымдама дұрыс емес деп санаймын. Себебі мысалы қазір еңбек министрлігі цифрлық карта жасап жатыр, адамдар тексеріп жатыр, айыппұшылардың санын қайта индексация жасап жатыр. Барлығы бірдей мұқтаж емес қой сол 3,5 миллионның. Бәрібір де бір кәсіп жасап жүр, бірақ олар заңды алаңда жасап жүргенде жоқ оны. Түсінесіз бе оны? Егер де біз оны мотивация жасайтын болсақ, онда олардың саны көбеюі мүмкін. Сондықтан әрине мемлекет өз тарапынан барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындайды, бірақ қосымша осы көлеңкеде жүрген 3 миллион адамды ары қаратай заңды алаңға шығару үшін әрекет жасайтын болады.